Барлықтарына қайырлы күн, қайырлы кеш. Көріп отқан адамдар, барлықтарыңызға сәлем. Егер сіз осы видеоны көріп отқан болсаңыз, демек сізде немесе сіздің танысыңызда, туысыңызда, жақын адамыңызда осы бір проблемамен кезіккен мүмкін сондай болар. Сол үшін де осы видеоны іздеп қарап отқан шығарсыз. Сол себепті менің бүгінгі осы видеом сізге пайдалы болады деп үміттенемін. Бүгін мен сондай бір актуалды тақырыпты қозғағым келіп отыр. Ол гайморит, оның себептері және оны қалай емдеу қажет. Клиникаға бардым, осылай МРТ түсірдім. МРТ түскеннен кейін маған заключениесінде гайморит деген диагноз қойды. Гайморит деген жалпы не ол қайдан пайда болады, оны қалай емдеуге болады деген сияқты. Өйткені менде ондай проблема ешқашан болмаған, ол ауруды бірінші рет естіп тұрмын. Сол үшін жан-жақтан іздену, оқу, жалпы бұл не ол деген сұрақ менде болды. Жақсы врачты таптым. Сонымен ол кісіге бардым, бүкіл анализ, МРТ снимок барлығын қарап, ол маған айтқаны хронический гайморит деді. Осы жерде мен видео қосып кетейін, қалай жалпы ем болды, қалай ем жүргізілді, сол жайлы қысқа видеоны көріп кетіңіздер. Бас ауырғаны тоқтады. Одан кейін мен түнімен ұйықтай алмайтын, мұрным бітетін, ол мұрным ашылды. Қазір жақсы тыныс аламын, жақсы ұйықтаймын, тыныш ұйықтаймын. Ол ешқашан емделмейді дейді. Яғни ары қарай тағы суықтатып алсаң, бас киім кимей жүрсең, ол қайтып шыға береді, ол сонымен қалады деген сөздерді естіп жатырмын. Бірақ ол қаншалықты рас екен білмеймін. Сол үшін сіздерден сұрағым келіп тұр. Егер сіз немесе сіздің танысыңыз осындай аурумен ауырып, содан жазылған болса, сол туралы бөлісіп кетсеңіз, ол мен үшін өте қызық, және мен үшін ғана деп ойламаймын. Қазір өткені көріп отқан басқа да адамдарға да қызық болады, пайдалы болады деген ойдамын. Сол үшін өз басыңыздан өткен оқиғаны жазып кетсеңіз, немесе осы аурудан емін қабылдап болғаннан кейін ары қарай сіз қалай солы тағы пайда болмас үшін, қайтадан гайморит пайда болмас үшін сіз өзіңізге қандай күтім жасап жатырсыз, сол жағында бөлісіп кетіңіз. Біз үшін ол өте қызық болады. Сонымен менің басыма өткен жағдай осы. Қазір барлығы жақсы, бірақ ары қарайда қазір мен барынша жылы жүруге, бас киім киіп жүруге тырысып жүрмін, өйткені ол гайморит қайтадан шықпас үшін. Енді мен сіздерге айтатын кеңесім, мейлі ол гайморит болсын, мейлі басқа да ауру болсын, кез келген қандай ауру болсын, дер кезінде дәрігерге барыңыз. Өз бетіңізбен үйде ем қабылдамаңыз. Өйткені солай мен қаншама уақытымды жоғалтып алдым. Дер кезінде мен барғанымда мүмкін бұлай хронический болып кетпес па еді, кім білсін. Сол үшін сіздерге беретін кеңесім, жылы жүріңіздер. Өйткені гайморит көп жағдайда енді суықтан болады деп айтып жатады. Мен дәрігер емеспін, ол жағын білмеймін. Басқа да мүмкін себептері бар шығар, бірақ менің естігенім ол суықтан болады дейді. Сол үшін сіздерге беретін кеңесім, біріншіден бас киім киіп жүріңіздер, жылы жүріңіздер. Екіншіден, қандай да бір денсаулығыңызда бір проблема болып жатса, ол ешқандай жұмыс, ешқандай тірлік сіздің денсаулығыңызда маңызды емес. Барлығын тастаңыз да дәрігерге барып қаралыңыз, анализ тапсырыңыз, барлық емді қабылдаңыз. Бүгінгі менің видеом сіз үшін пайдалы болды деп ойлаймын. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Каналымды қолдап, осы видеоға лайк басып кетіңіз. Барлықтарыңыз аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.